2025 жылы Ақтау контейнерлі хаб іске қосылады. Жоба жылына 320 футтық контейнерді ауыстырып тиеуге мүмкіндік береді. Бүгінде құрғақ жүк қабылдау өткізу айлақтарының қуатын арттыру қолға алынды. Бірінің түбі тереңдетілсе, тағы 3 айлық қайта жаңғыртудан өтеді. Сондай-ақ 2 жылдың көлемінде құрық теңіз портында бірнеше терминал салынады. Бұл туралы Қазақстан темір жол ұлттық компаниясы ұйымдастырған ақпараттық баспасөз турында айтылды. Биыл 6 айда Ақтау теңіз порт арқылы 2,3 миллион тоннаға жоқ жүк ауыстырып тиелді. Соның 118 мың тоннасы астық, тағы 112 тоннасы темір, қалғаны мұнай мен құрғақ жүктер. Өткен жылдың көрсеткіштерімен салыстырсақ, қара алтынды ауыстырып тиеу көлемі 63%-ке, ал металл 2 есе өскен. Жалпы порт жылына 12 миллион тонна түрлі жүк өңдеп, 7,15 миллион тоннаға дейін мұнай жөнелтуге қабілетті. За первое полугодие 2023 года 2023 жылдың бірінші жарты жылдығында жалпы көлемі 2 миллион 297 мың жүк ауыстырылып тиелді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңінен 23%-ға артық көрсеткіш. Соның ішінде 1 миллион 787 мың тонна мұнай және мұнай өнімдері теңіз арқылы шетелге экспортталды. Еліміздің теңіз порттары Транскаспий халықаралық көлік бағдарының негізгі буындары саналады. Бұл ретте құрық портының алар рөлі зор. Биыл жүк ауыстыру тиеу көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 18%-ке артқан. Желтоқсанның соңына дейін жылдық қуаты 1 миллион тонна дәнді дақыл ауыстырып тиеуге жететін астық терминалы іске қосылады. Сама конструкция бочек, она немножко другая. Жаңа терминал Қазақстан, Иран, Кавказ елдері бағыты бойынша және одан әрі үшінші елдерге дәнді дақылдар экспортының көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Ағымдағы жылы құрық порты Каспий аймағындағы жасыл порт мәртебесін алды. Бұл сертификат Қазақстан, Түркменстан, Әзербайжан су айлақтары арасында ақпарат алмасу жеңілдетіп, Еуропаның ірі порттарының көлік жүйесіне қосылу үшін цифрлық платформа құруды көздейді. Талғат Исламов, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.